Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге оңай, дәмді, тез дайын болатын таңғы асты үйрететін боламын. Егер де менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, қоңырау батырмасын басыңыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып аламыз. Тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Нанымызды жіңішке етіп бөліктерге бөліп аламыз. Табамызға өсімдік майын құйып кішкене қыздырып, нанымызды жұмыртқаға батырып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Мінекей таңғы асымыз дайын болды. Өте сондай дәмді, жұп-жұмсақ. Мұнда бізде 4 кісілік таңғы ас. Егер де сізде үйіңізде кісі саны аз болса, аз етіп дайындауларыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.